Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз шынайы өмір желісімен түсірілген Түн жарымғы экспресс атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Ненавижу вашу нацию, и я плюю на ваших сыновей и дочерей, ведь они свиньи. Оқиға 1970 жылы 6 қазанда Стамбул қаласынан бастау алады. Америкалық студент Билли Хейс денесіне есірткі салынған қапшықтарды жапсырып жатады. Содан кейін қалыңдығы Сьюзанмен аэропортта кездеседі. Ол қатты қобалжып, қызға тексерістен өзің өте бер дейді. Өзін өзі қолға алған Билли кедендік тексерістен өтуге жақындайды. Түрік тексерушісі аса қатты терлеп тұрған америкалықтың көзіне ұзақ уақыт қарап тұрып, артынан жібере салады. Ұшаққа апарар автобуста отырған Биллидің көңіл күйі көтеріңкі болады. Бірақ ұшақ алдында автобусты көптеген әскери адамдар күтіп тұрады. Жігіт ештеңке білмейтін құрбысынан кете беруін сұрап, есірткіден құтылмақ болады. Бірақ қару ұстаған әскер оған автобустан шығуын бұйырады. Ол тексерістен бірнеше мәрте қашпақ болып, өзіне назар аудартып алады. Денесіне жабысқан қапшықтарды көрген полиция оны бомба деп ойлап қалады. Бірақ бұның не екенін түсінген әскерилер күле қарайды. Артынан америкалықты қатаң түрде барлық заттарымен тексерістен өткізеді. Фотограф келгенде полиция өкілдері бойларын түсеп, тасымалдаушының қолына есірткілерін ұстатып қояды. Басқаларымен қосыла оған күлуге болмайды. Жігіттің етігінде тағы да бірнеше қапшықтар бар болып шығады. Өздерінің алаңғасарлықтарының кесірінен полиция өкілдері бастықтарынан шапалақ жейді. Тексерістен кейін Биллиді басқа жұмбақ америкалықпен бірге полиция бөлімшесіне апарады. Ол жерде оған серіктестік үшін үйіңе қайтасын деп сендіріп бағады. Билли есірткі сатушыны ұстап беруге келіседі. Көлікте отырып америкалық Биллиге түріктер шетелдіктерді ұстағанды жақсы көреді. Ал қазір мемлекетте терактілер көбейгендіктен тексерістер көбейген сәтте тап болып жолың болмады дейді. Базарда Билли бір ғимаратқа кіріп полицияға бір ер адамды меңзейді, бірақ ол өтірік айтты. Полицияны алдарқатып көпшілік арасына кіріп қашып кетеді. Ол барлығынан құтылғандай болған сәтте кездейсоқ өзін ұстап береді. Солай қашу жалғасады. Ол түріктерден қашып кетеді, бірақ америкалық қу болып шығып басына тапанша тақайды. Мне казалось, ты хороший парень, Билли. Но если ты дернешься, я вышибу тебе мозги. Биллидің шашын қырқып қапасқа жабады. Түрі жаман күзетші оған жамылғы беруден бас тартады. Басқа тұтқын бас кейіпкерге камераң жабылмаған, жамылғыны өзіңе де маған да бере аласың дейді. Түнде түрі жаман күзетші жамылғысын тартып алмақ болады, бірақ Билли қарсылық көрсетеді. Бас кейіпкерді бұл әрекет үшін бас күзетші Хамидке алып келеді. Ол бірден студенттің бүйірінен шоқпармен ұра бастайды. Онымен кейін табандарынан да ұрады. Бұл жағдайдан кейін Билли бірнеше күн ес-түссіз жатады. Ол өз еркімен қимылдай алмағандықтан Джимми мен Эрик есімді тұтқындар демеп жүреді. Бірнеше күннен кейін ол жаңа достарымен бірге түрме ауласына бірінші рет шығады. Түріктерде күзетші иттер орнына тауыс құстары. Бұл жерде ең қауіптілер боз балалар болып саналады. Оның үстіне олар барлығын түрі жаман күзетші Рифкиге айтып береді. Ол болса басшылыққа жеткізеді. Ол бұл жерді жамылғы, чай және есірткімен қамтамасыз ететін адам. Эрик Биллиге контрабандамен ұстаса жағдайың мәз емес, ал егер тек есірткі сақтағаның үшін болса, кепілдікпен шығару мүмкін екенін жеткізеді. Ашулы Джимми есімді ер адам бұл жерде мешіттен бірнеше майша ұрлағаны үшін отыр. Ал Эрик болса бұл жерде 90% шетелдіктер секілді есірткі саудалаған үшін отыр. Шведтіктен 100 грамм тапқаны үшін 12 жыл берген. Ал Биллиден бақандай 12 килограмм тапқан. Әрі қарай Билли мысығын жақсы көретін ағылшындық Макспен танысады. Ол бұл жерде 7 жылдан бері отыр. Және оның барлық вена қан тамырлары кесілген. Солай ол асқазанындағы аурумен күреседі. Макс бас кейіпкерге осы жерден үлкен контрабандисті шығарған мықты адвокаттың есімін айтады. Ең жақсысы түн жарымғы экспресспен кету деп түрмедегілер қашуды меңзейді. Биллиге әкесі келеді. Ол баласын шығаруға бел буған. Әкесі баласына сотқа баруға арналған костюм сатып алған. Онымен қоса түрмеге америкалық елшілік келген. Әрі Ясил тегімен дәл сол адвокат та бар. Азғын бөшке барлығын қатырамын деп уәде береді. Әкесі баласымен қалжыңдасуда Билли жігерленіп алады. Бірақ артынан көз жасына ерік беріп бұл жерден алып кетуін сұрайды. Сотта қызу қанды түрік прокуроры түрікше бірдеңелерді айтып Биллиге саусағын шошайта береді. Ал өзіне сенімді адвокат оларға бәрі ойдағыдай дейді. Сот үкім шығарды. Есірткі сақтағаны үшін 4 жыл. Бұл жақсы үкім. Прокурор контрабанда үшін өмір бақи бас бостандығынан айыруды сұраған.
Әкесі баласын қолынан келгенше сабырға келтіріп, уақыт өте мерзімді қысқартады деп уәде береді. Бірақ артынан өзінің дәрменсіздігінен ашуға ерік береді. Жігітке бар қалғаны жаңа өміріне мойын ұсынып бейімделу. Ол Сьюзанға хат жазады. Хатта гомосексуализм бұл жерде қылмыс болып саналатынын, бірақ мүмкіндік болса барлығы сондаймен айналысатынын, жауыңды атуға немесе белден төмен пышақтауға болмайтынын, сол себепті үнемі арт жақтары зардап шегетінін, бұл түрікше өш алу деп аталатынын жазады. Бір күні боз балаларға арналған камерадан бір бала зардап шеккен. Содан кейін кездейсоқ 4 мықтыны жазалауға шығарған. Бұл істі күзет басшысы өз қолына алады. Ол барлық тұтқындар мен томпақ балаларының көзінше жаза қолданады. Макс пен Билли Ривкимен ерегесіп қалады. Өйткені ол үнемі оларға сапасыз товар берген. Азанда ағылшындық өзінің мысығын дарға асылған жерінен табады. Ер адамның қайғыдан шыққан көз жасы түріктің жанын кіргізуде. 1972 жылы сәуір айында Билли адвокатымен кездеседі. Ол жаңадан келген америкалық елшінің арқасында істе жаңарту болады дейді. Онымен қоса өшке тағы бір жолды ұсынады. Біраз ақша болса ісің жоқ болады дейді. Бұл Биллиге Грециядан бірақ шығуға көмектеседі. Бірақ ресми үкімді шығарғанға дейін үлгеру керек. Сол уақытта Джимми өзінің жоспарын ұсынады. Ол қашу жоспары, шатыр арқылы қашуға болады, бірақ бұл өте қауіпті. Болмаса ендігі дайын тұрған туннел арқылы. Жер астында шахталар өте көп. Онда жету үшін қабырғаны бұзу керек. Джиммидің есебі бойынша олар темір ұстаса 2 түнде қаша алады. Макс оның жоспарына тек күле қарайды. Билли де шығуына бар болғаны 20 ай қалғандықтан бұл жоспарынан бас тартады. Амалы қалмаған Джимми шатыр арқылы қашуды ұйғарады. Оны ұстап алып өте қатты жазалайды. Қашқын бірнеше ай бойы ауруханада жатады. Ауыр соққылардан кейін ол жұмыртқасынан айырылған. Сол уақытта Билли Эрикпен жақын қарым-қатынаста болады. 1974 жылдың маусым айында швед бостандыққа шығады. Ал Биллиге бар болғаны 53 күн қалды. Джимми аяғына тұра салысымен камераға ауысады. Ол әлі күнге дейін қашуды ойластырып жүреді. Биллиге елшілікпен кездесу белгіленгені жеткізеді. Қуанышты жігіт қалған мерзімді қысқартатынына сенімді болады. Бірақ елшінің түрі қуанышты емес. Жігітті жаңа сот күтіп тұр. Прокурор шешімге қарсылық білдіргендіктен Анкараның жоғарғы соты істі қарайтын болады. Бұл ашық сот болғандықтан Биллиді өмір бақи қапас күтіп тұруы мүмкін. Билли ашуға ерік беріп елшіні қарғай бастайды. Ол сезімін әрең тежеп соттағы соңғы сөзін айтады. Бірақ сезімге ерік беріп адвокаты және сот жайлы не ойлайтынын жайып салады. Сөзін бүткіл халықты балағаттаумен бітіреді. Ненавижу вашу нацию, и я плюю на ваших сыновей и дочерей, ведь они свиньи. Сот қолын Анкара басшылығы байлап қойғанын, әрі оны жоқ дегенде 30 жылға қапасқа жабуды бұйыралатынын жеткізеді. Енді оның жоғалтатын ештеңкесі жоқ. Солай ол Джимми мен Максқа қосылып қашуға дайындалады. Қабырғадағы тесік табылады. Максқа ұйқыда жатқан Ривкидің қаруын алып бақылауда тұру тапсырылады. Қабырғадағы цемент оңай аршылады. Олар істің жақсы жүріп жатқанын көріп қуануда. Шахтадан оларды тек 2 тас бөліп тұр. Екінші тасты алған сәтте олар оны құлатып алып, Ривкиді оятып жібере жаздайды. Джимми тесікке кіріп кеткелі жатқанда Билли жақсылап дайындалу үшін ертеңге дейін күтуді ұсынады. Сол себепті олар тастарды орындарына қояды. Келесі түні қашқындар шахта бойымен төмен түсе бастайды. Билли мен Макс соңында келе жатып құлап кете жаздайды. Туннель белге дейін су толған болып шығады. Кішкене жүргеннен кейін үшеуі тығырыққа тіреледі. Түріктер шығар жерді жауып үлгерген болуы мүмкін. Келесі түнде басқа бағыттан шығар жерді іздеу үшін қайтудан басқа амал жоқ. Бірақ олай болмады. Ривки тесікті тауып алып басшылыққа бірден хабар береді. Күзет басшысы Хамидтің бірінші күдігі әрине Джимми болады. Оны ұстап алып қинауға алып кетеді. Макс есірткі күшімен Ривкиді бауыздамақшы. Билли оны сабырға шақырып Ривкидің барлық жиған тергенін ұрлап алуды ұсынады. Өйткені Ривки ақшаны қатты жақсы көреді. Оның үстіне Макс оның ақшасын қайда сақтайтынын біледі. Сүйікті ақшаларын таппаған Ривки айқайға басады. Ұрланған ақшаны іздеген күзет барлық камераларды ақтарып шығады. Ақша түбінде табылады, бірақ барлығы өртеніп, әрі бүлінген болып шығады. Ақшасының аздаған бөлшегін қайтару үшін ол барлық заттарын бір толыққа сатып жіберген. Енді ол түрмеден басқа жаққа кетпекші.
Кенет түрмеге әскери адамдар басып кіріп тінту жүргізеді. Олар Ривкиден есірткі табады. Ол Макстан сатып алдым деп өтірік айтады. Күзет басшысы ер адамды қыса бастайды. Содан кейін оны белгісіз бағытқа алып кетеді. Күзетшілер кеткеннен кейін ашулы Билли Ривкиге атылады. Төбелес басталып, соққыға жығылған түрік кірерге тесік таппауда. Билли өзін қолға ала алмай жан-жағын қиратуда. Ол Ривкиді ұстап алып қашуына жол бермейді. Басын баспалдаққа жарып, тілін тістеп алады. Оның өзінде күзетшілер аяусыз соққыға жығады. Бұл жағдайдан кейін Билли 7 айдан бері дені дұрыс емес адамдар секторында отырады. Үлкен ғимаратта қатты шу шығады. Бұл жерге Максты да отырғызған. Ол қазір күзеттен қашуда. Бірақ оны Хамиттің белбеуі күтіп тұрады. Үсті басы алба-жұлба болған Билли жан-жағына мән бермеуде. Бірнеше ауру адам жанынан өтіп, ол серуендеуге шығады. Есінен алжасқан топ сағаттап бағананы айнала жүруде. Азанда күзет барлығын таяқпен ұрып оятады. Биллиді далаға шығарады. Оның көздеріне жарық күн көзі таңсық болып қалған. Оны камераға кіргізеді. Ол жерге Сьюзан да кіреді. Қыз өз көзіне сене алар емес. Оның сүйіктісі 5 жыл ішінде танымастай өзгерген. Қыз отбасымен жұмысы жайлы әңгіме бастайды. Бірақ Билли оның төсінен көзін алмай отырады. Оның аузынан шыққан жалғыз сөз төсіңді аш дегені. Сливи! Сливи! Билли! Сьюзан жылап тұрып төсін ашады. Ақылынан алжасқан екі төстен көзін ала алмай өзін қанағаттандырады. Ол жұмысын бітіргеннен кейін қызды сүйетінін әрең жеткізеді. Сьюзан оған фото альбом әкелген. Әрі бұл жерде суреттерден де басқа заттар бар екенін меңзейді. Если ты останешься здесь, ты умрешь. Соберись с мыслями. Ты должен отсюда выбраться. Қыз бұл сөздерді айтып кетіп қалады. Солай Билли тағы да жалғыз қалды. Бірақ бұл кездесу оған есін жинауына көмектеседі. Бөрене жанында ол кері бағытқа қарай жүреді. Жындылар оны ұстап тоқтатқысы келеді. Әжетханаға тығылған Билли альбом ішінен $1000 табады. 900-ін ол шұлығына тығып қояды. Жігіт қозғалыссыз отырған Максқа жақындайды. Одан өлмеуін сұрап қайта келуге уәде береді. Шоқпармен ермектенген Хамит кетіп қалады. Күзет қылжақтап Биллиге артынан баруға ерік береді. Америкалық оған ауруханаға жіберу үшін $100 ұсынады. Ол қолын сүю үшін созып ақшаны алады. Содан кейін Биллидің қолынан ұстап жетектейді. Бірақ олар ауруханадан өтіп кетеді. Күзет басшысы жігіттің желкесінен ұстап алдына салады. Жігіт одан ормауын сұрайды. Түрік тұтқынды қамамға алып келеді. Ол жерде оны соққыға жығып қинай бастайды. Содан кейін белдігін шешіп артқа айналып тұруын бұйырады. Оның орнына Билли жүгіріп келіп ішінен баспен ұрады. Хамит қабырғаға соқтығысып желкесімен темірге қадалып қалады. Билли қаруын алып оны атпақ болады. Бірақ ол бұндайға мұқтаж болмайды. Хамит мерт болған. Америкалық күзет киімін киіп күзет жанынан өтеді. Кенет оны тоқтатады. Бірақ тек есіктің кілтін беру үшін. Есікті ашқан Билли алдыға қадам басады. Алдынан шыққан әскери көлікті көріп, ол түрін жасырып ақырын жүреді. Содан кейін бостандыққа жүгіріп кетеді. 1975 жылы қазан айында Билли Греция шекарасынан сәтті өтеді. 3 аптадан кейін ол Нью-Йоркке де жетеді. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.